мен осы мына республикалық физика математика мектебінде 1997 жылдан бері істеп келе жатырмын. Сол физика пәнінен алғашқы кезде астрономия пәнінен сабақ бердім. 7 жылдай астрономия пәнінен сабақ бердім. Одан кейін таза физика пәнінен сабақ беріп келемін. Осы жылдар ішінде көптеген оқушылар алдымнан дәріс алды. Көптеген оқушылар айтайық сәтті бітіріп шыққан оқушылар көбірек болды. Мен қалай физик болдым? Мен жас кезімде әдеби кітаптар өте көп оқитын тұғым. Сонан бір күні Герберт Уэльстің «Машина времени» деген кітабын оқыдым. Ол кезде бірақ орысша оншалық түсінбеймін. Бірақ ол маған кітап өте қатты ұнады. Одан кейін Жюль Верннің 20 000 шақырым деген кітабын оқыдым. Одан кейін Александр Беляевтің кітаптарын оқыдым. Ағайынды Стругацкийлардың «Солярис» деген фильм көрдім мысалы. Айналып келгенде жалпы айту керек, физикаға мен алып келген осы фантастикалық романдар болды. Себебі жас кезімде, сол шамамен айта 5 жасымда болу керек, бір туысқан ағамыз радио қабылдағыш алып келді. Радио қабылдағыш, оны кейін ойлап отырсам, ол тек батареямен жұмыс істейді екен. Себебі мен тұрған ауылда электр жарығы болған емес. Біз керосинмен өмір сүрдік. Соны алып келіп қойды, соны қосып берді маған. Мен таң қалам. Ананың дауысы шығып тұр, музыкасы ойнап тұр. Содан өте таң қалдым. Күні бойы айналып шықтап, сол радио қабылдағыштан шыққан жоқпын. Содан кейін жаңа ағам кетіп қалғаннан кейін барып радио қабылдағыштың арт жағын барып қарадым. Қарасам ешкім жоқ. Содан кейін бір пышақ алдым да, ана шуруптарын бұрап алдым. Бұрап алып тағы қарасам, тағы ешкім жоқ. Содан қайттан жауып қойдым. Таң қалдым. Өте қатты ойландырдым. Қалай бұл айтам, мысалы дауыс шығады. Адам ішіне қалай сиіп кеткен. Ол қалай отыр. Сосын ойлаймын, ол тамақ ішпей ме, шай ішпей ме, ұйықтамай ма деген сияқты. Жалпы мен сол радио қабылдағыш әлі күшін есімнен кетпейді. Мен осылайша мен жаңағындай физикаға деген айтайық қызығушылығым басталған сияқты болды. Жалпы шын айту керек, мен әдегенде физика мұғалім болам деп ойлаған жоқпын. Мен ана мектеп бітірген қазіргінің Қазақ мемлекеттік университет, ол кезде Киров атындағы университет қой енді, бітіргеннен кейін мені министрлікке жіберді. Ол кезде министрлік оқу ағарту министрлігі болатын. Сонда жіберіп маған айтайық 2 жолдама бар деді. Біреуі Қызылорда қаласында, екіншісі мынау нөмір 2-ші эксперимент интернетқа бар деді. Сонымен ары ойланып, бері ойланып, Қызылорда қаласы, ояқта температура өте жоғары, күн ыстық, ауа райы өте қолайсыздау. Сонымен мен Алматыда қалайын деп, сол нөмір 2-ші Қазақ эксперименттер мектеп интернатында қалдым. Сол жерде физика пәнінің мұғалімі болып істедім. Біртіндеп, әрине бірден мұғалім болып қалыптасқан жоқпын. Біртіндеп, 1-2 жылдан кейін қарасам, балаларға физиканы оқытқаным, айтқаным өте қызықтыратын байқадым. Содан кейін балалар арқылы өзімде қызық, физиканы жақсы, өте қатты жақсы көре бастадым. Осылайша жайлап физика пәнінің мұғалім ретінде қалыптастым деп айтуға болады. Әрине ол жақта әсіресе мен мына оқушылардың космонавтикасына өте космонавтика күніне арналған біз көбінесе андай түрліше физикалық кештер ұйымдастыратындығымыз. Мысалы оқушыларға скафандр дайындайтын тұғым, модельдер жасайтын тұғымыз. Яғни сол 2-ші мектеп интернатта өте көптеген физика сабағын класстан тыс жұмыстарына өте қатты көңіл аудардым. Сондықтан мен айтайық, сол еңбегім өте жақсы, сәтті болып, 32 жасымда 3-ші дәрежелі еңбек даңқы орденмен алдым.
әрине әр мұғалімнің өзінің әдісі болады. Физика бәріне бірдей ғой. Бірақ оны физиканы түсіндіру үшін осы біздің Fizmat мектебінде қанша мұғалім болса, сонша өзінің, әр оқушының өзінің, мұғалімнің әдісі бар. Мысалы енді мен қысқаша қалай енді бір-екі тәсіл айтуға болады. Мысалы жоғары кластарда көбінесе лекция түрінде оқытамыз. Содан кейін барып оны қайталаймыз да теориялық семинар ұйымдастырамыз. Мына теориялық семинарда оқушының физикалық теорияны қаншалықты түсінгені, және оны терең түсінгені, және оның өмірдің қоршаған ортамен қалай байланыстыра алатындығына өте мән беремін. Сонда теориялық семинарда қай оқушының оқып жүргенін, қай оқушының оқымай жүргенін бірден байқауға болады. Яғни мен теориялық семинармен өтетін болса, ол оқушы жақсы бағаға ие болады. Одан кейін теориялық семинарда басқа тағы да есеп шығарудан физикалық практикум бар. Оны да ұйымдастырамыз, физикалық практикумда тек есептер шығарамыз. Содан қызықтау болсын деп, мысалы, түрлі есептерге айтамыз, мысалы, аттар қоямыз, айтамыз, мысалы. Енді түрлі сондай болады. Одан кейін ең соңында зертханалық жұмыстары бар. Міне осы бірнеше істіліктің, бірнеше жұмыстың нәтижесінде оқушылардың білімі тереңдей бастайды деп ойлаймыз. Енді мен мысалы бұл мектепке 97 жылы келдім. Содан кейін барып келген екен, шынын айту керек, мен 8, 9, 10, 11 кластың бүкіл программасын 97, 98, 99, 2000 жылдар толығымен қайталап өттім. Сонда менде Ахмет Нұржан және Айдархан Дамир деген оқушылар болды. Бұл екі оқушы физикаға өте қатты қызықты. Солармен біз қалып, түстен кейін қалып жұмыс істейтін тұғымыз. Ол кезде тренер деген жоқ болатын тұғын. Олимпиадаға көбінесе мұғалімдер өздері дайындайтын. Сонымен көп оқыдық, көп дайындалдық. Ол оқушыларда өте керемет еңбекқор болып шықты. 2001 жылы Айдархан Дамир республика бойынша абсолюттік нәтиже көрсетіп 6 медаль алды. Ахмет Нұржан алды. Айдархан Дамир күміс медаль алды. Міне осы екеуі мені сол олимпиадалар дайындайтын оқушылардың ең бас жағы болды. Енді одан кейін өте көптеген оқушылар болды. Мысалы, Олжас деген оқушылар болды. Енді оның бәрін айта бермейсің, есте қалғандарын айтайын. Әсел Жиенбаева деген оқушы болды. Содан кейін ең соңғы 2008 жылы Амангелді Асқар деген оқушы. Онымен де көп дайындалдық, көп жұмыс істедік. Әрине, бұл жерде жұмыс істеп бірінші мұғалімге байланысты. Оқушыны қалай қызықтыра алады. Жақында маған Асқар жазып жіберіпті. Осы жақында жазды. Ағай, мен бұл физика математика мектебіне мен математика арқылы түскен. Физиканы онша білмейтін тұғым дейді. Бірақ сіз мені физикаға соншалықты керемет қызықтырдыңыз дейді. Мен қалай қызықтырам? Жалпы кез келген табиғатта қоршаған ортаның құбылыстарының бәрі бұл физика. Егер осыны айтамын, неге жаңбыр жауады? Неге найзағай ойнайды? Неге айтамын, мысалы, найзағайдың жарқылы, оның жарқылы бірінші естіледі, неге дыбыс кейін естіледі? Өте көптеген сұрақтар. Неге арықтағы су ағады? Неге айтамын, мысалы, тау биік болады? Неге ағаштар биік өседі? Осындай айналып келсем, бұлардың бәрі физикалық теориясы бар. Сол Асқарды өте қатты қызықтырған болуым керек. Асқар айтады ғой, ағай, мен математиканы тастадым да дейді, физикаға ауыстым дейді. Енді сонда 4 жылдай ауысып, ең соңында 2008 жылы ол дүниежүзілік физикалық олимпиадаға қатысып Мексикаға барып, күміс медаль алып келді. Қазір ол оқушы Сингапурда тұрады. Сингапурдың сол техникалық университетін ағылшын тілінде бітірді.
семьясы бар, сол Сингапур елінде тұрады. Одан кейінгі ең соңғы олимпиадтердің біреу, бұл айтайық, Еншібек Қалықбек деген бала болды. О да халықаралық олимпиадаға қатысып, ол бірақ құрмет грамотасын алды. Одан басқа да Туймада қатысқан, Азиялық олимпиадаға қатысқандары болды. Бұлардың барлығында оқушының еңбек қорлығын оның мұғалімі бағаласа, екеу нәтиже береді. Егер тек қана мұғалім айтып түсіндіре берсе, одан көп ештеңе шықпайды. Оқушы қалай қабылдайды? Мысалы, мен Асқар айтады, ағай, сіз мені олимпиадаға жіберген кезде дейді, міндетті түрде сұраушы едіңіз ғой дейді. Қалтаңда тиын тебен бар ма? Қалтаңда ақша бар ма? Сонда мен дейді, балам ғой дейді, шынымен айта салатын тұғын, ағай, бүгін қалтамда ақша жоқ дейді, сонда сіз маған қалтама ақша сап беруші едіңіз дейді. Мына ақшаны мінді салып жүр, міндетті түрде ешкімнен жалтақтама, өте батыл бол деп, мен соған әлін көше ұмытпаймын дейді. Мен оны ұмытып кеттім, шын айтамын, мен ұмытып кетем. Бірақ енді оқушылармен отырып, кеш сағат 8-де, 9-да мына жерге магазинге барып, тандырдан сатып аламыз, лепешка. Үлкен барып соқ сатып аламыз, соны отырып ішіп жейміз. Сағат 9-да қайтамыз. Бір күн өте көп жұмыс істедік. Ата-анасы келіп тұр, түнгі сағат 10-да. Ақыран айтады, Сабыр Туякбаев, сізді ата-ана шақырып. Не? Сабыр Туякбаев, мен балам жоғалып қалдым, неге жоғалып қалдым? Менде отыр ол. Жарайды. Соған 11-де қайттық. Яғни олимпиадаға оның деңгейін өте көтеру үшін мұғалім тарапынан барлық жұмыстарын тастап, айтайық, барлық күш жігерін сол балаға арнау керек. Балаға деген сүйіспеншілікті сездіре білсең, бала оны қабылдай біледі. Сонда ғана балада сен үмітіңді ақтаған тырысады. Қазіргі заманауи мұғалімді қалай көресіз? Қазіргі заманауи мұғалім біріншіден өзінің жауапкершілігі өте жоғары болу керек. Жауапкершілігі төмен маманнан мұғалім шықпайды. Екіншіден, мүмкін болатын болса ол балаларда, мүмкін болатын емес, міндетті түрде балалар өте жақсы көретін болу керек. Содан кейін қазіргі коммуникативті техникадан басқа қазіргі мұғалім ағылшын тілін білу керек. Себебі болашақта біз оқушыларды дүниежүзінің жоғары оқу орнына түсуіне дайындайтын болғандықтан ағылшын тілін білген өте жақсы. Мен өзім солай деп ойлаймын. Өзім ойлап жүрмін, ағылшын тілін үйренсем деп ойлап қоямын, басын бастаймын, бірақ онша аяқталмай жатырмын. Бірақ ағылшын тілін білген дұрыс. TikTok, Instagram, тіптен WhatsApp-пен де оқып жатыр, мысалы мен көріп жүрмін. Енді кез келген бейнеролик, олар кім түсіреді? Оларда түсіретін режиссер, оларды түсіретін мұғалім қойын, солай қойын. Енді оларда түсіретін режиссер, мұғалім егер оқушының қалай қабылдайтын жақсы білсе, тақырыптарын өзі терең білетін болса, онда ол пайдасы бар. Ал енді тек қана әлеуметтік желілер арқылы оқушыларды оқытам деу, мен ойымша онша дұрыс нәтиже бермейді. Мысалы, біз міне қанша 1,5 жыл болды ма отырмыз, мысалы қашықтан оқытып отырмыз, бірақ бәрібір қашықтан оқуда қандай өте кәсіби жоғары мұғалім болса да, оқушымен тікелей ешқандай қарым-қатынас болмаса, оқудың нәтижесі аса жоғары болмайды. Себебі аудиторияда не бар? Аудиторияда айтайық жанды, айтайық мына оқушының эмоциясын көріп тұрасың, оқушының эмоциясын сезіп тұрасың. Мен мысалы сабақ берген кезде қарап отырамын, қай оқушы мен тыңдап отыр ма, тыңдап отырған жоқ па? Оны бірден байқап қоямын. Мысалы, қалай байқап қоямын? Мысалы, сіздің кірпігіңіз қозғала ма, қозғалмай ма? Кірпігіңіз қозғалмаса, сіз өзіңіздің ішкі дүниеңіз кетіп қалдыңыз, сіз басшылар кетіп қалдыңыз, мен тыңдап отырған жоқсыз. Қарап отырамын, сондықтан әрбір оқушыға қалай түсінген көріп отырамын, жұмыс істеп отыр ма, яғни айтайық жанында тікелей байланыс бар. Ал енді
әрине, егер оқушының өзінің жігері, еңбекқорлығы өте мықты болса, ол мына әлеуметтік желілердің көпшілігі өзінің білімін жетілдіру үшін, қайталау үшін ол пайдалы деп есептеймін. Бірақ оған әзірше ол мұғалімді ауыстыра алмайды. Еңбек сіңірген ұстаз деген, шын мәнісінде айтайын, алғашқы кезде маған бұл өте қызық болып көрінді. Сондай атақ бар, қызық бар, үйге барып қуанып бардым. Бірақ бір апта қуанып жүрдім. Себебі оны біз Қазақстанда тұңғыш рет алдық. Бұл нағыл деген сөз. Бұл деген сөз біздің қоғам біраз жылдардан кейін айналып келіп, мұғалімдердің әлеуметтік дәрежесін көтеру керек екенін түсінді. Себебі мұғалімнің дәрежесін көтермесек, оқушылардың білім көтере алмаймыз. Тек қана мұғаліммен сабақты жақсы бер деп айтқаннан аса ештеңе шықпайды. Сондықтан да мына педагогтың статусын, педагогтың мәртебесін көтеру туралы заң өте дер кезінде шықты. Соған байланысты біздің республикамызда мұғалімдердің айлықтары көтеріле бастады. Мұғалімнің қоғамдағы рөлі жоғары бола бастады деп ойлаймын. Мысалы, мен жас кезімде өзім оқытқан мұғалімді көшенің шетінен көретін болсам, қашып кететін тұғым. Абсолютно оған оқысқа көзінбейтін. Оқысқа керемет сыйлайтын тұғымыз. Керемет бір жағын айту керек, қорқатын тұғымыз. Міне сонда айтайық, мұғалім рөлі сондай болатын. Ал енді бұл атақ енді мен ойлаймын, өте жауапкершілігі үлкен құрметті атақ. Ойлап жүрмін, енді бұл осындай құрмет атақты одан ары қарай ақтау үшін одан да көп жұмыстар істеу керек. Бірақ енді шын айтсам, бұл енді мойынға ілінген артық салмақ сияқты. Әрі жауапты, әрі құрметті, бірақ жауапкершілігі көп атақ. Бұл мынандай, бұл физика математика мектебінде мен шынында екі бағытта жұмыс істедім. Бірінші, үш бағыт деп айтып, бірінші оқушыларға жоғары дәреже сабақ беру. Түстен кейін оқушыларды олимпиадаға дайындау. Үшінші, физиканы қазақ тілінде жазу. Мен бұл физика оқулықтарын жазуды 2002 жылдан бастадым. Тұңғыш рет, алғаш рет 2003 жылы шықты. Одан кейін әр 4-5 жыл сайын шығып тұрды. Мысалы, былтырғы жылы 11 сыныпта арналған жаратылыстану математика бағытындағы, 11 сыныпта арналған қоғамдық гуманитарлық бағыттағы оқулықтар шықты. Ол оқулықтардың бәрі жаңартылған білім мазмұнына сәйкес келеді. Мен ойлаймын, осы мына атақты алуыма, осы менің айтайық, осы олимпиаданы дайындаудағы және оқулықтарды жазудағы еңбектерім себеп болды ғой деп ойлаймын. Қазіргі білім жүйесінде дұрыс өзгерістер енгізіліп жатыр. Біз енді кейбір кезде реформа дейміз де, реформа қуып кетеміз, өкінішке орай. Мысалы, оны өз басымнан өткердік. Мысалы, үш тілде оқыту деген шығарды. Одан кейін сабақтардың бәрін ағылшын тілінде оқыту деген шығарды. Оның бәрі енді реформаның бәрі уақытында әрбір кезең-кезеңмен қалып қалды. Енді қазіргі кезде мынандай айтамыз, реформа дұрыс бағытта деп ойлаймын. Жалпы әрбір Қазақстандағы оқушы өзінің ана тілінде сабақ алу керек. Өзінің ана тілінде білім алу керек. Өзінің ана тілінде білімді терең алса, одан кейін оның келесі басқа тілдерді, мысалы, ағылшын тіл болсын, орыс тіл болсын, меңгеру оп-оңай.
Біз орыс тілін онсыз жақсы білеміз. Себебі біз Қазақстан ақпараттық кеңістікте тұрмыз. Ресейдің ақпараттық кеңістігінде орналасқанбыз. Мысалға айтайын, мен үйде кішкентай немеремді сөйлеген кезінде тілі орысша шықпасын деп ABC деген бағдарламаны қосып қоямын. Қарап отырам, сол ABC-ді қосып берем, тыңдап отырады. Осы жақында байқасам, ол ABC-де емес, орыс тіліндегі бағдарлама тыңдай бастап. Қорқып кеттім. Мынаның тілі ағылшынша емес, орыс тілінде шығатын шығар деп ойлап қалдым. Сондықтан да жалпы Қазақстандағы білімге өзгерісті енгізу үшін әуелі міндетті түрде мына батыс Европа елдеріндегі сияқты мұғалімнің статусы өте жоғары болу керек. Егер мұғалім өте сауатты, өте білімді болатын болса, онда мектептегі оқушылардың білімі жоғары болады. Жаңа технологиямен және ескі оқыту әдісі. Енді бұл екеуінің арасы қалайды? Мынандай өте керемет ажырап кеткен ештеңе жоқ қой. Жаңа технология, ескі әдіс. Мысалы физиканы қалай айтуға болады? Физика ескі физика ма, физика жаңа физика ма мысалы? Физика бірақ физика. Енді оны түсіндіру әдісі әртүрлі. Әрине жаңа технологияны қолдаймын. Мысалы біз бір кезде Кембридж әдіс деген әдістер өте көп өттік. Олардың ішін қарап отырсақ, әдістер өте көп. Мысалы менің қазіргі ойлап жүрген жалпы сабақты оқушылармен бірге өткен өте нәтиже береді. Мысалы лекция оқисың, одан кейін бір арасында оқушымен бірге отырып, бірге сол сабақты талдасаң, өте жақсы нәтиже жетуге болады. Мысалы мынандай бір әдіс соңғы кезде өте жақсы дамып жатыр. Ол енді мына шетелдің жоғары оқу орны өте қатты қолданады екен. Жобаларды қорғау. Айтам, мысалы бір тақырып бересіз. Сол тақырыпқа мысалы оқушы бір адам, екі адам болып соны зерттейді. Қарайды, зерттейді, танысады, біледі, көреді. Оның соны қалай жазылған бәрін көреді, содан кейін ол жобаны қорғап шығады. Сонда ол айтайық бір кішкентай ғана микро зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Яғни осындай жобаларды қорғау, зерттеу жұмыстарын жүргізу арқылы оқушының өзін сенімділігін арттыруға болады. Оқушының көпшіліктің алдында өзінің тұжырымын, өзінің ойын дәлелдеуге үлкен мүмкіншілік береді. Мен көбінесе жоғары кластарда және тіптен 8-ші кластарда осы қолданамын. Әсіресе 8-дер, 9-дар оларға жанып тұрады, өте ұнайды оларға. Мысалы бір кезде бір оқушылар болды, тіптен олар мен тапсырмасам да олар өздері сұрақ дайындап келіп, оқушыларға сұрақтар қойып, оны өте жақсы жауап берген оқушыларға өздерінің сыйлықтарын тапсырып, өте керемет болды. Онда сондықтан жаңа технология әдістерін біз өте қолдаймыз. Қажеті бар жерде оны қолданамыз. Ал енді тек қана осыны қолдану керек деген сияқты ұстанымға мен қарсымын. Принципте Эйнштейн қара, былай дейік. Ньютонның классикалық теориясында уақыт пен кеңістік айтайық бір қалыпты. Уақыт бір қалыпты өзгереді, кеңістік бір қалыпты өзгереді. Ал Эйнштейн салыстырмалы теориясында ондай емес. Ол Эйнштейн салыстырмалы теориясында уақыт баяулауы мүмкін, кеңістік өзгеруі мүмкін. Яғни ол жерде Эйнштейн салыстырмалы теориясында абсолют ештеңе жоқ. Яғни уақыт өзгереді, кеңістіктің өлшемдері өзгереді. Мысалы айтайық, ғалымдар жақында бір тәжірибе жасапты. Айтайық, бөлшектерді квантта бір орыннан кеңістікке екінші орынға ауыстыруға болады. То есть телепортация жасауға болады, телепортация. Телепортация жасайтын болса, онда біз уақыт машинаны жасай аламыз. То есть кеңістіктің бір нүктесінен екі нүктесіне ауыса аламыз. Енді бірақ ол үшін мен ойлаймын, орасан сол энергия көзі керек.
егер біз бір уақыттарда өте үлкен энергия көзін меңгеретін болатын болсақ, онда айтайын мысалы кеңістіктің бір нүктесінен екі нүктесіне телепортацияны жүзеге асыратын болсақ, онда уақыт машинасын жасауға болады. Бұл оқушыларға өте қызық сұрақ. Оқушылардың бәрі осы ойлайды, телепортациясы ағай болашаққа кетіп қалсақ, немесе кейін қарай кетіп қалсақ. Әрине бұлардың бәрі өте қиын сұрақ. Мұны түсіну үшін әлі физиканың теориясы онша әлі айтар жеткен жоқ. Бірақ енді бірақ нәрсе айтуға болады. Эйнштейннің салыстырмалы теориясы уақыттың өзгеруіне ешқандай қарсылық білдірмейді. Әрине физика ғылымын оқып үйренем дейтін оқушылар соңғы кезде айтайық мысалы аса көп емес, бірақ физика ғылымы өте маңызды ғылым. Физика ғылымы материяның қасиеттерін, материядағы болып жатқан құбылыстарды зерттейтін керемет ғылымдардың бірі деп есептеймін. Сондықтан жалпы оқушыларға айтатын тілегім, айтайық, әркім өзінің қабілетіне қарай, әркім өзінің талабына қарай, әркім өзінің Алла берген, ата-анасы берген дарынын, талантын, қабілетін арттыра білу керек, оны дамыта білу керек. Ол үшін қажымас қайрат керек, өте еңбекқор болу керек. Мен сонда ғана біз өз елімізді көркейтіп, дамыған мемлекет қатарына қоса аламыз. Ізденген жетер мұратқа,